қазір қазақ халқы шулап жатыр, конституцияны өзгертіп жатыр, анау мынау деген сияқты. Бұның бір пайдасы осы орайда бірлік керек та, қазаққа бірігу керек. Қазір бірігіп жатыр ғой, там бір-бірін қолдап, қазақ тілі ғана болсын деген сияқты. Мүмкін бұл бір Тоқаевтың да бір миссиясы шығар, осы арқылы бір нәрсе айтқысы келді ма. Өйткені ол жалғыз өзі еш нәрсе шеше алмайды. Үстінен қарап отқан адамдар бар. Ол прекрасно оны білесіңдер. Ресей арқылы біздің билік басқарылатын. Бүгін осындай қадамдар арқылы қазақ біріксін деген бір ой тастағанда шығар. Біз оны айта алмаймыз. Дегенмен болып жатқан дүниелер осы орайда бір жерге апару керек деп ойлаймын. Бәрі қазақтың жастарының қолында. Үнсіздік ешкім танытып отқан жоқ. Барлығы сөйлеп жатыр, барлығы айтып жатыр. Енді осы орайға әртістер қосылса екен деп отырмыз. Қазақстандағы беделі бар 7-8 миллион аудиториясы бар адамдар, 1 миллион болса да, 500 мың болса да, барлығы үн қату керек, барлығы қозғалу керек. Шығатын кез келді ағайын.